Сәлем достар, қош келдіңіз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз adjectives, сын есімдер, adverbs, үстеулер. Қараңыздар, сіздерде қағаздарыңызда мынандай тақырып бар. Adjectives деген тақырыпты алыңыздар. Сіздерде екі беттік, мына бірінші бет, мына артында. Мен қазір осыны adjectives'та барлығыны жаймен түсіндіруге әрекет қыламын. Оқушылар, қараңыздар. Сіздердің парақтарыңызда жоғарыда сын есім деп, adjective деп жазылып қойылған. Осындай бір басында мынандай кесте бар. Мен осы жағына түсіндірем осы слайдта. Ал сын есімдер бұл қандай деген сұраққа жауап болады. Мысалы үшін үлкен үй, қандай үй, әдемі қыз, қандай қыз деген мынандай сөйлемдер болады. Ал ағылшын тілінде adjectives үш шырайға бөлінеді. Degree, міне, degree дегені, шырай дегені. There are 3 degrees in adjectives. Ағылшын тілінде сын есімдердің үш шырайы болады. Simple degree жай шырай, comparison degree салыстырмалы шырай, superlative degree күшейтпелі шырай есептеледі. Ал бұларда айтқанда, мысалы үшін жай шырай, мысалы ұзын дегені. Comparison degree қашан қолданылады? Олар мысалы үшін екі затты салыстырғанда есептеледі. Ал күшейтпелі шырай бұл бір нәрсені күшейтіп, өте бір или азайтып айтқаныңызда есептеледі. Мысал, ұзын, ұзындау, өте ұзын. Көрдіңіз ба? Күшейтпелі шырайда өте, ең деген сөздер қолданылады. Ал салыстырмалы шырайда рақ, рек, деу, дәу деген жалғаулар есептеледі. Мысалы, үлкен деу, кішірек деген сияқты. Ағылшын тілінде олар қалай болады? Мына қазақ тілінде қазір көрдіңіздер ғой, ең, дәу, рек деп. Ағылшын тілінде олар сын есімдер ең бірінші екіге бөлінеді өзі сөздері. Біреу мына бір буынды сөздерге бөлінеді, сосын сөздер көп буындыға бөлінеді. Syllable дегені буын, one syllable дегені бір буынды сөздер. Шырайлары қалай болады? Және көп буынды сөздер шырайларда қалай болады, бұл жерде түсіндіріліп кеткен. Бір буынды сөзді сын есімдер жай шырайда ештеңе өздері тұра береді. Мысалы үшін tall. Ал салыстырмалы шырайды, мысалы үшін tall деген ұзын ғой. Ұзындау десеңіз, ағылшын тілінде taller, er қосылады. Қасында ұзындау дегені. Яғни than деген сөзі болады. Мысал, he is taller than me. Ол маған қарағанда ұзындау. He is shorter than me. Ол маған қарағанда қысқалау. Ал ағылшын тілінде не жалғанады екен? Er жалғанады. Яғни алдында than деген, қарағанда деген сөзі болады. Сіз тесттерде де than сөзіні көрсеңіз, салыстырмалы шырайды таңдай беріңіз. Ал келесі күшейтпелі шырай. Қазақ тілінде ең, үлкен, ең, өте деген сөздер қолданылса, ағылшын тілінде сын есімдердің қасына the артиклі қолданылады міндетті түрде. Сосын сын есімге es жалғанады. The tallest дегені өте үлкен, of all бәрінен. The shortest өте қысқа, of all бәрінен. Бәрі деген сөз қолданылады, in деген сөздер қолданылады бұл жерде. Қазіргі мына кесте, бірінші кесте сіздер түсінгеніңіздей бір буынды сын есімдерді түсіндірдім. Бір буындылар демек оларға er жалғанады, күшейтпелі шырайда the es жалғанады екен, дұрыс па? Ал енді көп буынды немесе екі буынды сын есімдер болса, олар қалай болады шырайларда? Beautiful. Үш буынды есептесеңіз beautiful, ал әдемірақ деп айтқанымызда біз ағылшын тілінде мына көп буындылардың қасында more істетеміз, ерді жалғамаймыз. Сонда more beautiful, әдемірек. Ал өте әдемі деп айтсаңыз the most қойылады. The most күшейтпелі шырайда көп буындыларға істетіледі. Ал famous атақты, more famous атақтырақ. The most famous өте атақты. Ал бұларды көрген болсаңыз, біреуі үш буынды, famous екі буынды. Сол сияқты сіздер шырайларды қолдағаныңызда мән беріңіздер, бір буынды ма, екі буынды ма, соған қарай сіздер мына ерді қоясыз ба, немесе more'ны қоясыз ба, соған қарай. Ал сосын тағы да мен сіздерге бір сырды айтып кетейін. Біз қазір формулалар істеткенде, мынау біз
жай шырайды A1 деп есептегенбіз, adjective бір. Салыстырмалы шырайды біз A2 деп айтамыз. Superlative degree'ні қазір біз A3 деп айтамыз. Шатасып кетпестік үшін қазір келесі слайдтарымызда бұл нәрсе өте керек болады. A1 жай шырай, A2 салыстырмалы шырай деп түсініңіз. A3 десе, сіз күшейтпелі. Ал сіз енді парақтарыңызға қарасаңыздар, мына үшінші кесте бір exception. Бұл үшінші кесте қандай кесте? Бұл бұрыс сын есімдік сөздер. Бұрыс сын есімдер ешқандай иер оларға жалғанбайды. Күшейтпелі шырайда the, yes жұрнақтары жалғанбайды, бұлардың түбірі өзгереді. Оларды жаттау керек, көп емес. Дәл осы сөздерді жаттасаңыздар, қиналмайсыздар. Ал енді good салыстырмалы шырайда good болмайды. Ол better өзгереді. Ал күшейтпелі шырайда the best болады. Bad жаман, worse жаманырақ, the worst өте жаман. Well жақсы, бұл үстеу біліп қойыңыздар. Better, the best. Little кіші, less кішірек, the least өте кіші. Much, many көп, more көбірек, the most өте көп. Far ұзақ, farther ұзақырақ, the farthest өте ұзақ. Further бұл да сондай, the furthest бұл да сондай. Ал бірақ further кейде салыстырмалы шырайды білдірмейді, өзінің ерекше бір екінші аудармасы бар, қосымша деген мағынаны білдіреді. Further information қосымша мәлімет дегені. Old ескі, older ескілеу, the oldest өте ескі. Ал енді elder сөзімен older сөзін шатастырмаңыз. Енді older бұл ескі, кәрілеу деген мағынаны білдірсе, elder бұл отбасыда ең үлкен балаға айтылады. Мысалы үшін, my elder brother, менің үлкен ағам дегеніңізде, сол кезде elder'ны істетесіз. Отбасыдағы ең үлкен балаға істетіледі бұл. Сонымен сіз осы кестені жақсылап жаттайсыз. Осы сөздерге иер қосылмайды, the, esті қосылмайды. Бұлардың түбірі өзгереді. Ал келіңіз, енді сіздермен тест істеп көрейік. Бірінші тестіміз қараңыз. He is a man. А жауап handsome, Б жауап more handsome, С the most handsome. Handsome дегені әдемі ұлдарға істетіледі. Енді сіз қай бірін таңдайсыз? А-ны ма, Б-ны ма, С-ны ма? Бұл жерде қандай шырай? Енді қараңыз, сізде жай шырай берілген, салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай берілген. Ал бізде then сөзі бар ма салыстырмалы шырайды қою үшін? Жоқ. Күшейтпелі шырайды қоятын бір сөз бар ма? Of all деген сөз бар ма? Жоқ. Сондықтан бізде қай жауап болады? А жауап болады. Екіншісі, the road was now than last time. Long, longer, the longest. Қай бірін таңдаймыз? Қараңыз, then сөзі болғандықтан, ешқандай аудармасыз, ол не таңдаймыз? Салыстырмалы шырайды таңдаймыз. Longer, кейде тест деген кезіңізде, мынау adjective'тен егер сөйлемді аудара алмай бір қиналсаңыз, ешқандай несі жоқ, қорқынышты жері жоқ. Сіз then сөзін көрдіңіз ба? А, Б, С, Д жауаптарында қарайсыз, сын есімнен longer, the longest деген сияқты жауаптар тұрған болса, сіз қараңыз, мынаны белгілеп қоясыз, Б-сы болады. Өткен жолыға қарағанда, қазіргі жолымыз не дейді? Ұзындау екен дейді. Үште, we were to the yard, then to the house. Close, closer, the closest. Біз үйге қарағанда аулаға жақынырақ едік дейді. Ал енді қараңыз, сөйлеміңізде then сөзі болғандықтан, бұл салыстырмалы шырайға кіреді then, сондықтан біз нені таңдаймыз? Then, closer таңдаймыз. Төрт, this is rule in this book. Difficult, more difficult, most difficult, the most difficult, much difficult. Енді бұл ереже кітаптағы ең қиын ереже деп айтылып тұр. Енді себебі мен күшейтпелі шырайды алам, себебі in деген сөз бар. Inді көрсеңіз, бұл күшейтпелі шырай есептеледі. Сонда күшейтпелі шырай қайсысын таңдаймыз? Д жауап болады. 5.
Lake Baikal is lake in the world. Deeper, the deepest, deep, deepest. Қай бірін таңдаймыз? Байкал көлі әлемдегі ең терең көл. Мына жерде ин тұрғаны үшін біз бұнда бын таңдаймыз, күшейтпелі шырай. Енді қағаздарыңызда сәл төмендені қарасаңыздар, сіздерде adverb бар. Көрдіңіздер ме қағазда? Adverb. Adverb жазып қойыңыздар мына жаққа қасына. Үстеу дегені. Үстеу қалай деген сұраққа жауап болады. Қалай? Мысал, ол тез сөйлейді. Қалай сөйлейді? Ол жай айдайды. Қалай айдайды деген. Ағылшын тілінде үстеулерді қалай ажыратса болады? Үстеулер әрқашан сын есім adjectiveке ли жұрнағын қоссаңыз, үстеу келіп шығады. Түсініңіз ба? Демек тағы да қайталайын. Adjectiveке ли жұрнағын қоссаңыз, үстеу келіп шығады. Adverb. Slow, slowly, quick, quickly, beautiful, beautifully. Beautiful сын есім, beautifully үстеу. Quick adjective, quickly adverb. Slow adjective, slowly adverb. Ал adverbтер әрқашан verbпен бірге жүреді. Verb етістік, білесіздер. Үстеулер әрқашан немен бірге жүреді екен? Етістікпен бірге жүреді. Мысал, he drives slowly. Ол жай айдайды. Қалай айдайды? Енді мұнау adverb қой, ал мұнау қасындағы айдау деген сөз мына етістік. Демек, үстеу етістікпен бірге жүреді. He speaks quickly. Ол тез сөйлейді. Қалай сөйлейді? Тез сөйлейді. She dances beautifully. Ол әдемі билейді. Қалай билейді? Көрдіңіз ба? Билеу мына қастарында әрқашан не болады екен? Етістік болады. Тағы да естеріңізден шықпасын, мен қайталай. Adverb әрқашан немен жүреді екен? Етістікпен бірге жүреді. Бірақ кейбір етістіктер бар. Міне мына етістіктер. Осы етістіктерден соң adjective келеді. Сонда мына қандай етістіктер? Taste, dam, smell, is, feel, сезу, sound, дыбыс шығару, appear, пайда болу, to be, біздің болу деген. Осы етістіктерден соң не келеді? Adjective келеді. Яғни тесттерде сіз шатаспаңыз. Ол сөздерден кейін ли қоюға болмайды. Мысал, тест берілген. The cake tastes, ... Нүкте, міне, асы delicious, бісі deliciously. Ал енді қарайсыз, торттың дәмі керемет деп айтатын болсақ, бұл жерде ешқандай не сын есім үстеу қолдамайсыз, бұл жерде сын есім қолдайсыз, міне, delicious болады. Енді ол мынақты етісті қоймен лині таңдаймын деген әңгіме жоқ, бұл жерде себебі тест сөзден кейін ли келмейді. Осы жоғарыда айтып кеткен етістіктерден соң ли келмейді. Есіңізден шығармаңыз. Келесі тестті қараңыздар. She dances деп тұр. Dance билеу. Beautifully таңдаймыз ба? Beautiful таңдаймыз ба? Ол әдемі билейді. Мынадай алғанда екеуінің аудармасы бір, дұрыс па? Бірақ етістік болғандықтан қалай билейді деген сұрақта ол әдемі үстеу болып келгенде біз beautifully-ні таңдаймыз. Beautifully да. Так, she is good ма немесе well ма? Is-ден соң біз әрқашан етістік таңдаймыз. Сондықтан ол good болады. She is good. Осы үстеулерді жақсылап түсініп алыңыз. Демек, қайтадан түсіндірем. Үстеу сын есімге ли жалғанады, содан үстеу келіп шығады. Adverb. Adverb әрқашан verbпен бірге жүреді. Verbтен соң ли келеді. Бірақ мына етістіктерден соң ли келмейді. Парақтарыңызда бергі жағына ашсаңыздар, ең жоғарыда сіздерде мынандай кесте тұр. Бұл қандай кесте? Кейбір сөздер бар, оларға ли жалғанбайды үстеу болған кезде. Мысал, good үстеуі goodly болмайды. Well болады үстеу. Жаттап good-тың үстеуі well болады. Fast болып қалады. Fastly болмайды. Осы сөздерге сіздер ли жалғай алмайсыздар үстеу болған кезде.
Қараңыздар, fast болады, hard, early, late болады, low, deep, long, straight, right, wrong болады. Мысал, he speaks English very well. Ол ағылшын тіліні жақсы сөйлейді. Енді қараңыз, бұл жерде very good қоя алмай, себебі good'тың үстеуі well болады. They walk fast. Олар тез жүреді. Олар қалай жүреді? Тез жүреді. Мына жерде fast енді үстеу болып келе жатыр да, оған ли қосуымыз керек еді, бірақ қосылмайды. He works hard. Ол қатты жұмыс істейді. Қалай жұмыс істейді? Қатты жұмыс істейді. Бұл жерге hardly болу керек еді, себебі hard үстеу ғой, бірақ қосылмайды. Гүзәл comes early. Гүзәл ерте келеді. Мына жерде early енді ли қалай келеді? Ертең келеді, сондай ертерек келеді. Бұл жерде ли қосылмайды. Ұлдана goes home late. Ұлдана үйіне кеш барады. Ал енді late сөзіне ли қосылмайды. Осын жаттап алыңыздар. Демек, мынау ережеде, сонда, мына кестеде сондай сөздер бар екен, біз оларға ли жалғай алмаймыз. Дәл мына көрсетілген кестені жаттайсыздар. Қазақ тілінде аудармасын жазып қойыңыздар. Уақыт кетіп қалады, болмаса мен қазір жазсам. Ал тағы да қосымша мына жерде тағы да бір сөздер бар. Hard, fast, high, deep, late, free, near, free, wrong, right, straight, long, early, low деген сөздерге де ли жалғанбайды. Қараңыздар, парақтарыңызға мынандай екінші бір ереже бар. Көрдіңіздер ме? Hard, late, high, free, near plus li and without li деген. Бұл қандай ереже? Мен қазір бірінші жоғарыдағы айтып өткен кесте бар еді ғой. Кейбір сөздерге ли жалғанбайды, үстеу болса да деді ма? Мысалы үшін fast, hard, тағы да late деген сөздер бағана қазір өткенім. Бірақ сол айтқан сөзіме қарсы сөз айтам. Мына жерде екінші ережеде қосылады ол сөздерге де. Бірақ сіз li'ні қосқан кезіңізде, сол сөздерге өзінің аудармасы өзгеріп кетеді. Мысал, hard'тың аудармасы қатты, бірақ li'ні қосқан кезіңізде сіз аудармасы өзгеріп кетеді. Демек, кейбір сондай сөздер бар, оларға ли жалғанбайды деп айтамыз. Егер li'ні жалғасақ, аудармасы өзгеріп кетеді. Осыны жаттап алыңыздар. Қағаздарыңызға қарап тұрыңыздар. Сіздерде мынандай сөйлем бар. She tried hard, but she failed. Ол қатты әрекет етті, бірақ құлады. Мына жерде hard'тың аудармасы қатты деп аударылады. Сіз мына жерге нүктеге қатты деп жазып қойың. Екінші сөйлемді оқыңыздар. She can hardly see without glasses. Ол очкисіз әрең көреді. Мына жерде hard'қа ли жалғанған. Сонда мынаның hardly'ның аудармасы мына жаққа жазасыз. Әрең. Jack came home late. Jack үйге кеш келеді. Late'тің аудармасы бұл жерде кеш. She has been going out a lot lately. Соңғы кездері ол сыртқа шығатын болды. Ал енді late кеш, lately деген не екен? Соңғы кездері. Мына жаққа жазасыздар. Келесі сөйлем. They live near our house. Олар біздің үйге жақын тұрады. Мына жерде near'ның аудармасы жазасыз. Сонда жақын деп жазыңыз. Келесі сөйлем. They nearly missed the bus. Бұл жерде near жақын деп аударылған болса, near'ге li'ні қосқан кезімізде бұл жерде орысшасы почти деп аударылады. Орысша сөйлемде бұлай аудармасы шығады. They nearly missed the bus. Они почти пропускали автобус. Олар автобустан қалып қоя жаздады деп қазақшада аударылады. Бұл жерде nearly'нің қазақшасы дерлік деп аударылады. Орысшада почти. Келесі. The kite rose high. Батпырауық жоғарыға ұшты. High'дың аудармасы жоғары, биік деген. He is highly respectable. Ал мына жерде қараңыз, high'ға li қоссаңыздар,
Бұл жерде өте деп аударылады. He is highly respectable'ның аудармасы ол өте құрметті адам. Демек, highly'ның аудармасы не екен? Өте. Very'ның бір синонимі. You can visit the museum free. Free'ның екі аудармасы бар, дәл осында. Ал мына сөйлемде сен музейге тегін кіре аласың. Біріншісі, мына жаққа жазыңыздар, тегін. Тегін. Екінші аудармасы бос. Осына қасына жазыңыздар, бос деп. Жазыңыздар ма? Мысал, free glass, бос стакан. Free place, бос жер. Сондай сияқты. Ал free'ге ли қосып көрейік. Достар, міне, ли қосып көрейік. The United citizens can travel freely within Europe. Бұл жерде Европа азаматтары Европаны еркін саяхаттай алады деп жатыр. Бұл жерде freely'ның аудармасы не жаққа жазып қоясыз. Міне ли қосылып жатыр ғой. Дұрыс па? Еркін деп жазып қойыңыз. Мен қалай жаздым, солай жазыңыздар. Өстіп жаттайсыздар. Демек, бүгінгі қазіргі мұна парағымызда нені үйрендік? Кейбір сын есімдерге ли жалғанады, аудармасы өзгеріп кетеді. Өзі нағыз аудармасы келсе, керек болса сіздерге лині қоспайсыз. Үстеу дәл сондай қала береді. Енді қараңыздар үшінші ережелеріңізге. Сондай сын есімдер бар, үнемі лимен жүреді. Бірақ олар they aren't adverbs. Бірақ олар adverb емес деп жатыр. Қандай сөздер? Silly, ugly, lively, lonely, lovely, friendly деген сөздер лимен келсе де, бірақ ойламаңыз, бұлар adverb емес. Яғни, үстеу емес, білесіздер. He is a friendly person. Ол досшыл адам. It is a lovely picture. Мұны әдемі сурет. He is a lively boy. Ол позитивный бала, не дейді, өмірді жақсы көретін бала. Енді қараңыздар, ли қосылған, тағы бұл жерге ойламаңыздар, ойбай мына жаққа ли қосылыпты, неге қосылыпты. Бұл сондай сын есімдер, бұны жаттап алыңыздар. Сондай сын есімдер бар, өздері ли мен жүреді. Ал енді кейбір оқушылар сұрақ береді. Мұғалім, ал сізде осыларды үстеу болып келсеші. Мысал, ол мен досшылша сөйлесті, қалай сөйлесті? Ол күшті биледі, қалай биледі? Немесе ол жынды биледі дегенде, қалай биледі? Осындай келгенде, сіздер мына жаққа in-ні қойсыздар. Сол сөздердің алдынан in-ні қойып, ол сөздер мына ортада келеді, ал сосын way, manner'ды қоя бересіздер. Мысал, he talked to me in a friendly way. Ол менімен досшылша сөйлесті. Келесі, she danced in a silly manner. Ол жынды биледі. Қалай биледі? Көрдіңіздер ма? Ал мына жерде silly сөзінің алдында тұр in-a, одан кейін manner сөзі келіп тұр. Сіздерге осы сөздердің үстеу түрінде қалай келеді? Мұны 4-ші ережеде айтылған. Демек in-a және соңында way немесе manner сөздері келеді екен. 5-те four adverbs, words with li and without li. Four adverb words деп отыр. 4 үстеу сөздері li деп қойыпты. Li мен келеді. And without li. Li'сіз келеді деп отыр. Түсініңіз. Сонда мына 5-ші ереже, сонда 4 сөз бар. Қаласа li мен келеді, қаласа li'сіз келеді. Сонда ағылшындар оны ли мен істетеді, немесе li'сіз істетеді, ол қате болмайды. Сіздер олсын 4-тен жаттаңыздар. Сұраймыз. Cheap, cheaply, quick, quickly, loud, loudly, slow, slowly. Мысал берілген сіздерге. Don't talk so loud, немесе loudly. They sell products cheap, cheaply. Қаласаңыз cheap деп қойыңыз, қаласаңыз cheaply деп қойыңыз. Бұл қате болмайды. Тесттерде де қате болмайды.
Демек, мынағыдағы слайдта сіздер нені үйрендіңіздер? Сондай сын есімдер бар. Лимен келеді, ал олардың үстеу түріні 4-те айтып өттім. Сондай 4 сөз бар. Олар лимен де қолдасаңыз болады, лисіз де қолдасаңыз болады. Оқушылар, қараңыздар. Сіздерде қағаздарыңызды сәл төмендеуде доп инфо деп жазып қойғанбыз, дополнительный информация, қосымша мәлімет. Бұл 13 ереже тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл 13 ереже сіздерге тестке өте керек болады. Бұл магистратураға да керек, УБТ-да да керек тесттерді. Мен осыны қазір 13 ережені тез түсіндіруге әрекет қыламын, бірақ тыңдап кетіңіздер. Қараңыз, егер тестте сіздің сөйлемдеріңізде perfect tense тұрған болса, perfect tense, онда нүктелердің орнына толтыру керек болғанда A3 істетесіз. A3 дегені күшейтпелі шырай. Бағана мен басында айттым, A1 жай шырай, A2 салыстырмалы шырай, A3 күшейтпелі шырай. Сонда, this test is the most difficult I have ever done. Мен істеген тесттерімнің арасында мұнау тест өте қиын деп жатыр. Ал енді сіздерде, мен қазір указкамда сұрайын. Ал міне, көрдіңіздер ме? I have ever done деп тұр. Бұл present perfect. Сіздерге мына жерге нүкте қояды. Соны табыңыз деп қояды. Міне present perfectті көрдіңіздер ме, немесе past perfectті көрдіңіздер ме, сіздер күшейтпелі шырайды қоясыздар. Сіздерде енді by far. By far'ны аудармасы өте деп аударылады. Білмегендер жазып қойсын. Міне мен жазып жатырмын, жазыңыздар. Егер тесттеріңізде by far'ны көрсеңіздер, A3 істетесіздер. Күшейтпелі шырай. This car is by far the oldest. Міне тестте сізге by far'ны береді, ал мына жаққа қояды. Сол точкаларға сіз не таңдайсыз? Ал күшейтпелі шырай қоясыз. Күшейтпелі шырай. Сосын 3-те among, over, in, of, all сөздеріні көрсеңіздер, міне мына сөздерді сіз A3 істетесіз. Сөйлемде мыналардың біреу among арасында, over бүкіл әлем деген, over the world, in, of, all деген сөзді көрсеңіздер. Мысал, Bukhara is the oldest city in the country. Қараңыз, мына жерде in сөзі болғандықтан, бұл жерде A3 істетілді. Өлкемізде ең ескі қала Бұхара деп жатыр. Енді осы сөздерді тестте көрсеңіздер, не істетеді екенсіздер? A3 істетесіздер. 4. Much, a lot, fat, a bit, a little. Тағы да a bit'ті жазып қойыппын ғой. Жарайды, керек емес. Осы сөздерді көрсеңіздер, A2 қолдаңыздар. Тестте сіздерге мына береді, it is much дейді. Сосын мына жаққа қалдырады. Міне, матчтан кейін не келеді? A2 қоясыз. Түсіндіңіз, а? Жаттаңыздар. Much, a lot, fat, a bit, a little деген сөздер көрсеңіздер, салыстырмалы шырай келеді. 5. Very сөзін көргендер A1 істетіңіздер. She is very clever. Ол өте ақылды. Міне, cleverді ештеңе қоспадым. Ал енді as, сіздерде тағы да не бар? Қағаздарыңызға қараңыздар. As бар. As-дің ортасында A1 келеді, жай шырай келеді. As-дің аудармасы сияқты. Мысал үшін, әкем сияқты, анам сияқты дейміз ғой, а? Сонда міне қат жазып қойыңыздар, мен жаза алмай жатырмын. Так. Енді жаздық сияқты деп. Мысал, Tom is, осы распечаткалардан шаршадым, из қалып кетіпті. Tom is as tall as Bob. It is as old as this book. Енді қараңыздар. Tom, Bob сияқты ұзын. As-дің ортасына көрдіңіз бе? Не келген? A1 келген. It is as old as this book. Мынау, анау кітап сияқты ескі. Мына as-дің ортасында міне A1 келген. Жай шырай келген. 7-ні түсіндірем. Сондай бір не береді сіздерге? Тест береді. Басында мына жаққа Z дейді да, Z-дан кейін нүкте қойып қояды. Енді үлкен сөйлемдік, мына қараңыз, мына жаққа, мына астына the more you learn by heart new words, the better you speak English. Осындай бір ұзын сөйлемдер береді.
бұл дегені қараңыз, the A2 ережесі бұл қаншама соншама деген ереже. Аудармасын яққа жазып қойыңыздар. Жазыңыздар. Қаншама соншама жазыңыздар. Міне, the more you learn by heart new words, қаншама көбірек жаңа сөздерді сен жаттасаң, the better you speak English, соншама жақсырақ сен ағылшынша сөйлейсің. Сонда тестте қалай түседі бұл? Тестте. Мынау the-ні беріп қояды сіздерге. Мына точка қылады. Екінші the-ні беріп қояды. Мына жерге нүкте қояды. Ал білмеген оқушылар, ой, мына жақта the кепті ғой дейді де, A3 қояды. Күшейтпелі шырай. A3 келмейді, A2 келеді. Себебі бұл жерде әрі күшейтіп, әрі салыстырып жатыр екі сөйлемді. Қаншама сен жаңа сөз сөйлемені жаттасаң, соншама сен жақсырақ ағылшынша сөйлесін. Әрі күшейтіп жатыр, әрі екі сөйлемді бұлай салыстырып жатыр. Соны жетіні жақсылап түсініңіздер. The A2. Сонда салыстырмалы шырай келеді. Аудармасы қаншама соншама. 8-де enough сөзі бар. Enough бұл жеткілікті деп аударылады. Enough'ты көрсеңіз, сіздер одан кейін noun, зат есім қолдайсыздар. Noun деген зат есім. I have enough money. Мені жеткілікші ақшам бар. Ал бұл не үшін мен 8-ді бұл жерге қойып қойдым? Сіздерді алдайды тестте. Мына жаққа money-ні қояды да, enough'ты соңында қойып қояды. Ол қате. Сондықтан бірінші enough келеді, сосын зат есім келеді. Money ақша зат есім ғой, мына жақта тұрады. Енді A жауапқа enough money, B жауапқа money enough деп келеді. Сол үшін мен 8-ді мен қойып қойдым. 9-да ал enough'тан алдын adjective келеді. Осын жаттап алыңыздар. She is beautiful enough. Міне. Мынау enough тұр, дұрыс па? Ал мынау beautiful. Бірінші не келіп тұр? Beautiful келіп тұр, adjective. Тестте де сіздерді алдайды. Мысалы үшін, бер жағына нені қояды? Enough'ты бер жағына бір нені adjective'ті қояды. Enough beautiful деп қояды Б жоққа. Сосын отырасыздар. Ой, мынаны белгілейін ба, ананы белгілейін ба деп. Сол үшін мына ережені жаттап алыңыздар. Онда so мен мына such'тың айырмашылығы. So such аудармасы сондай дегені. Сондай, так, как деп айтамыз, мысалы үшін. Бірақ екеуінің айырмашылығы бар. Екеу бірде аударылғанмен айырмашылығы бар. Содан соң сіздер adjective немесе adverb қолдайсыз. Мысалы, she is beautiful enough. Ол сондай әдемі. Сонда қараңыз, содан кейін beautiful кеп тұр, сонда adjective'тің өзі. She dances so beautifully. Ол сондай әдемі билейді. Қандай билейді? Мұна әдемі билейді. Бұл үстеу болғандықтан ана жақта келді. Міне содан кейін adverb'ті келуі мүмкін. Ал бірақ бұл жерде сіздерде such'тан кейін en келеді, одан кейін adjective, одан соң noun келеді. Мұна формуланы жаттап алыңыздар. Демек, adjective'ден соң noun келеді. So such'ты айырмашылығы неде екен? Содан кейін adjective, adverb келсе, such'тан соң en adjective, сосын бізде noun тұр. Noun келеді. Масалда, she is such a beautiful girl. Ол сондай әдемі қыз. Енді қараңыздар. Так, так, міне such келді, мына жақта мынау beautiful adjective, мынау girl зат есім. Noun да мынау. Сол үшін тесттеші бұл қалай келеді? Мынау so such'ты түсіріп қалдырады олар. Мына A жауапқа such береді, B жауапқа so береді, as береді, сол сияқтылар береді. Қарайсыз, adjective noun келіп жатқан болса, such қойыңыз. Adjective'ті өзі келетін болса, so қойыңыз.
Келесі 12-де and сөзі бар. Міне. Тестте and-тің екі жағында нүкте қойып, бер жағында нүкте қояды. Сол кезде не істеу керек? Сол кезде екі ережесі бар. And-тің бер жағына A2 қойдыңыз ба, бер жағына да A2 істетіледі. A3 қойдыңыз ба, A3 келеді. Демек, and-ті көргендер екі жағында бірде A2 немесе бірде A3 келеді. Мысал, Jack London is the best, the most writer. Не деп жатыр? Jack London ең жақсы және ең атақты жазушы. She is trying to speak better and better. Ол жақсырақ сөйлеуге әрекет қылып жатыр. Енді қараңыздар, мынау and сөзден кейін бер жағында better, бер жағында better A2 келіп тұр. Ал мына жақтағы жоғарыдағы and-ті көрсеңіз, the best, the most кеп тұр. A3 кеп тұр. Демек жаттап аласыз and-тің ережесін. Кеттік 13-ке. 13-те сізде мына or тұр. Міне, or дегені немесе, бұл сұрақ сөйлемдерде істетіледі көбінесе. Or'ны көрсеңіз, тестте екі жағына да A2 қолдаңыз. Салыстырмалы шырай, бер жағына да салыстырмалы шырай қолдаңыз. Сонда, does he know English better or worse? Ол ағылшынды жақсырақ біле ма, немесе жаманырақ біле ма? Осы сияқты міне тестте мына оны береді сіздерге. Мына жаққа нүкте қояды. Better and worse-ке. Осы 13 ережені жақсылап жаттап алыңыздар, себебі магистратураға бұл өте жоғары деңгейдегі не? Грамматика түсінікті грамматикасы да ағылшынды. Сол үшін мына ережелерді бәрін жаттап алыңыздар. Егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, маған тікелей жазыңыздар.